Желіде жақсы жаңалық зейнетақы алатындар көрсін. Бұл видеомыз астына бір емес ондаған лайк бассаңыз тұрарлық. Елімізде зейнетақы көлемі асты. Сәлем қымбат көрермен, сіз білген және сіз күткен арнаны назарларыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсы ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалдырмау үшін видео астына бір даналық белгісін басып қойыңыз. Депутат көпбалалы аналарға қатысты күтпеген мәлімдеме жасады. Мәжіліс депутаты Ерлан Саиров көпбалалы отбасыларға жәрдемақыны көбейту туралы ойын айтты. Бұл туралы бүгін KZ тілшісі LKZ ақпарат агенттігіне сілтеме жасады. Көпбалалы отбасыларға мемлекет қамқорлығына алып жәрдемақыны көбейту керек. Сондай-ақ біз бұрыннан бері үкімет 3 баладан көп баласы бар аналарға жалақы төлеу керек екенін айтып жүрміз. Өйткені олар жұмыс істеп отыр, тәрбиеші болып Қазақстанның болашақ азаматтарын тәрбиелеп отыр дейді депутат. Сонымен қатар Ерлан Саиров ұлттық қордан балаларға аударылатын қаржы мөлшерінің аз екенін және ата-аналардың жұмыспен қамту қажетінін айтты. Қазіргі таңда ұлттық қордың біршама қаржысы балалардың есепшотына аударылып жатыр, бірақ бұл өте аз. Бірақ өзіміз болашақта тәуелсіз эстафетасын алып жүретін балаларды тәрбиелейміз десек, олардың ата-анасына жағдай жасау керек. Сол үшін балалардың ата-анасын жұмыспен қамту, жәрдемақыны көбейту, қоғамдық қорлар арқылы көмек көрсету үшін жолға қою керек дейді ол. Видеомыз кеңінен тарап, басқаларда хабардар болу үшін видеомыз жақындарыңызға таратып және де лайк басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларына тисін. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.